Банкроттыққа байланысты қазір мынандай проблемалар туындап, біз адамдарға айтамыз ғой, онлайн өз тапсыруға болады, соңға барып тапсыруға болады деп. Сол жерде ескермейтін жағдайлар болады. Негізі банкроттық талаптарына сәйкес банкротқа қарсы тапсырылғаннан кейін міндетті түрде біз кредиторларды хабардар етуіміз керек. Кредиторларды толық көрсетуіміз керек. Адамдар немесе сондағы қызметкерлер көбіне осы жерлеріне қарамай олқылықпен арыздар тапсырып жатыр. Іс жүзінде банктер оларды мойындамай жатыр. Басында ғана талаптар банкроттық туралы заңның 7-ші бабында нақты көрсетілген талаптар орындалмады деп банкрот деп тануды мойындамай жатыр. Іс жүзінде ол бұзылып та кетуі мүмкін. Ертең уәкілетті органның шешімі. Осындайларға жол бермеу үшін біз арқылы тапсырған әлдеқайда тиімді. Өйткені біз біріншіден кредиторлардың талаптарын көрсетуді ұмытпаймыз. Жаңа өз заңның 6-шы, 5-ші және 7-ші баптары бар. Сот арқылы болатын болса 20-ші баптарға сол талаптарға сәйкес тапсыртамыз. Одан кейін кредиторларды хабардар етуді ұйымдастырамыз. Яғни адамдардың барлық құқықтары мен міндеттері орындалып осы шеңберінде қамтамасыз етіп арыздар тапсырамыз. Сондықтан бізге жүгінгендеріңіз сіздерге тиімді. Ал после проблема туындаса бізге де келіңіздер.